Интернет желісінде қызметтің алуан түрі бар. Сондай қызметтердің бір түрі электронды почта. Электронды почта дегеніміз интернет арқылы ақпарат алмасу үшін пайдаланатын қызметтің түрі. Қазіргі таңда электронды поштаның көптеген түрлері бар. Дүниежүзі бойынша адамдардың басым бөлігі қолданылатын почта түрлері ол Gmail және Mail.ru электронды пошталары. Электронды поштаның көмегімен біз қалаған адамға, қалаған жерге, қалаған орныңызға хаттарыңызды немесе кез келген құжаттарыңызды электронды түрде жіберуге болады. Электронды поштаның қарапайым поштадан артықшылығы сіздің жіберген хатыңыз бірнеше секундтың ішінде керекті жеріне барады. Ешқандай уақытыңызды зая кетірмейтін боласыз. Электронды поштаға кез келген адам тегін тіркеліп, өзіне жеке электронды пошта аша алады. Электронды пошта жәшігінің адресі мына екі үлгі көрсетейін сіздерге. Бірінші тұрған пошта Алғабас орта мектебі, Айқұлақ, mail.ru. Бұл Mail.ru поштасында ашылған жәшік. Екінші пошта бұл Мейрамбек Адамбек, Айқұлақ, gmail.com. Бұл Gmail поштасында ашылған электронды жәшік. Қазіргі таңда көптеген адамдар осы Gmail поштаны қолданады. Сіздермен бүгін Mail.ru пошталық қызметіне қалай тегін тіркелуге болады, қалай электронды поштаны өзімізге ашып алуға болады. Соны үйренейік. Электронды поштаны қолдану үшін кез келген браузерден Mail.ru деп беріп жазып іздейсіздер. Немесе ұялы телефондарыңыздан Mail.ru қосымша бағдарламасы арқылы да қолдансаңыздар болады. Мынау Google браузеріне Mail.ru деп жазып іздесеңіз, сізге осы қызмет түрін ашып көрсетеді. Алдарыңызда тұрған Mail.ru электронды поштасы. Осы жерден, егер сізде бұрыннан қолданыста жүрген поштаңыз болатын болса, осы өріске жазып, құпия сөзіңізді жазып, поштаны қолданасыз. Егер сізде электронды пошта жоқ болатын болса, создать почту деген бөлімге өтеміз. Mail.ru қызметі бұл Ресей мемлекетінің өнімі болғандықтан бұл орыс тілінде. Осы өрістен имя деген жерге өз атыңызды жазасыз. Фамилияңызды көрсетесіз. Туған күніңізді, айыңызды осы өрісте көрсетесіз. Және өз жанасыңызды көрсетесіз. Осы жерден имя аккаунта деген бөлімге сіз өзіңізге қалаған жеке поштаны таңдап жазып құра аласыз. Mail.ru пошта қызметі сізге міне автоматты түрде мына оң жағында көрсетілгендей пошталарды ұсынып тұр. Осы жерден кез келген сізге ұнаған түрін таңдасаңыз болады, немесе өзіңіз қалауыңыз бойынша жаңа поштаны жазсаңыз болады. Пошта ашқан кезде қарапайым, қиын пошта емес, қарапайым поштаны алғаныңыз тиімдірек. Абай Қалдарбек, Айқұлақ, mail.ru. Осы жерде mail.ru-дан басқа bk.ru, inbox.ru, list.ru деген 4 түрлі түрін таңдасаңыз болады. Біз Mail.ru-ды таңдайық. Осы жерден біз парольді көрсетейік. Пароль, жазған пароліңізді сіз ұмытып қалмауыңыз керек, және сенімді болу керек. Түрлі хакерлік шабуылдардан қорғану үшін қиын пароль болғаны дұрыс. Пароль 8 символдан тұрады. Оның ішінде міндетті түрде бір бас әріп болу керек, және символдар болуы мүмкін. Көріп тұрсаңыздар, міне сенімді пароль деп көрсетіп тұр. Мынау көзді бассаңыздар, сіздің жазған пароліңіз көруіңізге болады. Парольді қайта жазасыз, қайталап. Осы жерден қосымша бұрыннан қолданыста жүрген электронды поштаны осы өріске жазсаңыз болады. Бұл өрісті жазатын болсаңыз, егер сіз алдағы уақытта өз ашқан поштаңыздың құпия сөзін ұмытып қалған жағдай болса, соны қалпына келтіру үшін болашақта қолдануға болады. Немесе
ұялы телефоныңызды көрсетсеңіз де болады. Бұрыннан қолданыста жүрген поштаны осы өрісіне жазып, тіркелу деген батырманы басасыз. Осы жерден мынау оң бөлігінде тұрған картинкадағы символдарды жазасыз. Қатесіз дұрыс теріп шығуыңыз керек. Жалғастыру. Міне біз бүгін өзімізге жаңа пошта аштық. Пошталық қызметке қош келдіңіз дейді. Біз стандартты түрін таңдап жұмысымызды жалғастырамыз. Осылай кез келген